1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында отбасы орталығында отбасы үлгісіндегі Атамекен балалар ауылының тәрбиеленушілеріне арналған мерекелік шара ұйымдастырылды. Бала барын өмірін нәрін атты кештің мақсаты балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, қоғамның қамқорлығы мен мейірімін сезіндіру. Мерекелік шара барысында балалар үшін қызықты ойындар мен шоу бағдарламалар өткізілді. Аниматорлар түрлі сайыстар ұйымдастырып, аквагрим жасап, балалармен бірге көңілді уақыт өткізді. Кеш соңында аспанға түрлі түсті шарлар ұшырылды. Отбасы орталығында бала барын өмір нәрін атты концерт ұйымдастырылып жатырмыз. Мерекелік кеш десек те болады. Негізгі мақсаты 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай арнайы Атамекен балалар ауылының оқушыларын осы жерге әкеліп, оларға көңіл күй сыйлау, олармен тығыз байланыста сөйлесу арқылы, оларға арнайы аниматорлар қазір ойын ойнататын болады, қызықты ойындар болады. Бізге негізгі мақсатымыз осы Атамекен балалар үйінің оқушыларына кішкене болса да көңіл күй сыйлау. Өздеріңіз білесіздер, жастар еліміздің болашағы. Болашақта осы Атамекен балалар үйіне шыққан жастарымыз, осы елімізді басқаратын жастар осы ортадан шығады деген үміттеміз. Арнайы осы шараны қолдау білдірген демеушілерге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта өз жалғасын табады деген ойдамыз. Мерекелік кештің сәнін сыр жұлдыздары балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық және инновациялық академиясының өнерпаздары келтірді. Олар ән айтып, би билеп, көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күнінде бүгін керемет шара өтіп жатыр. Отбасы орталығының ұйымдастыруымен бала барың, өмір нәрің деген тақырыбында Атамекен балалар ауылының балдырғандары бүгін бұл шараға 52 тәрбиеленуші қатысып отыр. Отбасы орталығымен біз деген тығыз әлеуметтік серіктестік қарым-қатынастамыз. Үнемі балаларды қолдау көрсету, балаларға түсіндіруме жұмыстарын бірге жүргізу деген секілді жұмыстарды бірге атқарып келеміз. Сондықтан бұл шараның да маңыздылығы сонда, үлкен мерекенің алдында балаларға керемет көңіл күй сыйлау, аниматорлармен ойын ұйымдастыру деген секілді түрлі ойындарды табиғат аясында ашық аспан астында керемет шара өтіп жатыр. Енді отбасы орталығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Шараның жоғары деңгейде өтуіне бірқатар кәсіпкерлер мен демеушілер қолдау көрсетті. Олардың қатарында Креатив Орда бизнес клубы, Белистома пицца, Шинлайн, Қызорда нан компаниясы және Стандарт жарнама агенттігі бар. Мереке барысында балаларға тәтті сыйлықтар табысталып, арнайы дастархан жайылды. Нәтижесінде 60-тан астам тәрбиеленуші жарқын мерекенің қуанышын сезініп, көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Аружан Серікқызы, Ержан Смағұл, 77 News.